Қалайсыңдар? Бүгін 27-ші күн. Бүгінгі айтатын. Şimdi кеше мен бір мощный мотивация алдым. Неден? Менің қарап жүрген адамым ғой. Сол кеше жаңа видеосы шықты да, соны көріп прям мотивация алдым. Потому что мынандай әңгіме айтты. Ол мынандай челлендж қабылдады. 100 күн действие деген челлендж қабылдады. 100 күн бойы үшін бір нәрсе істейді. Действовать етеді. 100 дней действий деген ба сондай. И бұл челлендждағы негізгі мақсат мына челленджмен бірдей. Что күнде іс-әрекет жасау керек да, күнде іс-әрекет жасау керек. И бұл жердегі қорытынды, и мына челлендждағы қорытынды, сен басқалардың көзінше, басқалардың сырттай көзқарасына қарағанда айту керек саған адамдар былай восприятие болу керек қой. Мені қалай бәрін үлгереді? Мынандай 26 сағат бар ма деген сияқты. Сен қалай бәрін үлгеріп жатсың? Шеш, қой, жасама, болды, тыста челленджді. Сен жоғда көп іс-әрекет жасап жатсың, көп жұмыс істеп жатсың. Олай жасама, анау деп айтқанға дейінгі біздің деңгей сол деңгейге жету. Что бізге айту керек, демалшыш болды ғой деген сияқты. Сөйтіп айтқан кезде, это значит, что біз дұрыс істеп жатырмыз. Надо дальше. И челлендждің мақсаты сен оның алдында жасаған істерінен, іс-әрекеттерінен көп жасау, еселеп жасау. Чтобы адамдар саған қарап айту керек, мынаған қарап үлгі алу керек, мынау сияқты жасау керек. Сен басқаларды іс-әрекет жасауға сен мотивация болу керексің, мотиватор болу керексің. Адамдар саған қарап үлгі алу керек. Не то, что адамдар достарың, сенің өсіп келе жатқан інілерің, сестренкаларың да. Солар саған қарап, мені осы сияқты болам, ағам сияқты болам, апам сияқты болам деп айту керек. Сен всегда көп жасау керексің. Олар үшін емес, өзің үшін жасайсың. Потом всегда біреу үшін жасауға тырыспаңдар. Всегда өзің үшін жасайсың. Адамдар айтады ғой, былай мына сөз бар ғой. Егер сені жақсы көргенін қаласаң, өзіңді жақсы көр деген. Вот, сол нәрсенің түпкірі сол нәрсе. Что сен бірінші өзіңді жақсы көр, өзіңді дамыт, өзің үшін істе, өзің үшін дегенде эгоизм емес. Басқаларға көңіліне жағу үшін емес деген әңгіме ғой, жағу үшін емес, ал өзің үшін, мен ішімдегі нәпсіме жағу үшін деген сияқты түсіндіңдер ме? Вот, сол өзің үшін деген. И осы челлендждің барысында сондай адам болайық, который басқалардан көп жасайтын. Оның челлендж қабылдамай тұрғаннан дайырдан, сол қабылдамай тұрғанға адамнан еселеп прям заметно көп жасау. Адамдар саған таңғалу керек. Болды, қойшыш, неге үйді көп жасайсың? Жасама олай болды. Челлендж тыста. Демалшыш болды, ұйықтап ал. Неге үйді жатсың? Өзіңді қинама, бүйт. Ол сөздер саналмайды. Это сигнал дальше деп. Сендер кайфовать ету керексіңдер ол сөздерден. Адамдар, мен айттым ғой, сендерге қарап, үлгі алып, мен осы сияқты болғым келеді. Потому что сен көп адамды іс-әрекетке шақырсаң, саған қарап адамдар іс-әрекет жасаса, саған сауап түседі да. Потому что сен аятта жатқан адамды тұрғызып жібердің да, оны жасаттың да. Соған сіздер айтасыз. Ал қай кезде жасалады? Когда сендер өздерің жасайсыңдар. Сол үшін просто әдемі сөздер керек емес. Прям іс-әрекетпен көрсет. Жаса. Бүгінгі айтайын деген ой осы 27-ші күн. Енді бұл күн болмайды, енді ешқашан өмірде болмайды 27-ші күн. Сол күнді бағалап жақсы өткізіңдер деп ойлаймын. Ал біздің челлендждағы мақсат, негізгі идея человек действий болу. Кеттік 27-ші күн. Давай. No class but all sass, grew fast with no dash. Yeah, tall glass but I fall back, I want all that.